Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында самсаның қамырын жасайтын боламыз. Бірінші, екі бөлікке бөліп алдым, қамырды елеп, қазір осыны жаятын боламыз. Мінекей қамырымызды осылай біркелкі етіп жаямыз. Мінекей достар, қамырымызды осылай жайып аламыз. Енді қазір осыны майлайтын боламыз. Яғни майымызға сиырдың кәдімгі тоң майы. Қазір мен оны ертіп жатырмын. Мынау самсаға ертіліп жатқан май. Бұл сиырдың тоң майы. Жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Ертіп алып, қазір жайылған қамырымызға жағатын боламыз. Мінекей майымыз толығымен еріді. Енді қазір қамырдың арасына жағатын боламыз. Міне майымызды жағып болғаннан соң осылай етіп қамырымызды орап шығамыз. Мінекей достар, салмамызды дайындап алдық. Салмамызға сиырдың етін, пиязын, арнайы приправасын, тұзын қосып алдық. Енді мінекей дайын болған қамырымызды кесіп шетінен жейтін боламыз. Мен қазір бұны бірінші қазанға пісіріп көрейін деп тұрмын. Дөп-дөңгелек етіп жаямыз. Енді мынау жайып алған қамырымызға осылай салмамызды салатын боламыз. Көптеу салу керек, өйткені дөп-дөңгелек пішінді болу үшін. Салмамызды салып болғаннан кейін осылай домалақ пішінде етіп түйеміз. Видеомыз ұнаса каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.